Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 113 сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастамастан бұрын менің YouTube арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Олай болса, 43-ші жаттығу тақырыбы бойынша ертегінің мазмұнын болжа. Ажалдан құтқарған асыл сөз. Ертеде бір хан әскермен шеру тартып келе жатып, сусыз шөлге кездеседі. Олар шөлден қатты қиналып келе жатқанда, алдарында қой жайып жүрген бір қойшыны көреді. Хан қойшыны алдырып амандаспастан: «Су қайда?» дейді. «Су дегенің көл ме?» дейді қойшы. «Өзің қалай қисық сөйлейсің? Бізге ауыз су керек» дейді айқайлап. «Мен хан шеттеп қақсиып жатқан бұлақ көргенім жоқ» дейді қойшы. Хан қатты ашуланып: «Неге судың жөнін айтып бермейсің? Қазір басыңды алғызайын. Ал мынаның басын» деп жендеттеріне әмір етеді. Қойшы: «Тақсыр, хан, дат» дейді. «Датың болса айт» дейді хан. «Мен қой бағып жүрген қойшымын. Менің басымды алғаныңызды елеп, сондай бір жауды жеңіпті деп сіздің батырлығыңызды ешкім дәріптей ме? Қайта қолында қару жоқ, қасында қорғаушы жоқ қойшыны өлтіріпті деп күледі ғой. Жауына әлі келмеген соң кегін қол астындағы қойшыдан алыпты демей ме? Аламын десеңіз міне басым» деп қойшыны тізерлеп отыра кетіпті. Хан сөзден жеңіліп қойшыны босатыпты, ал қойшы судың қайда екенін айтып беріпті. Хан әскермен бірге қайда тап болды? Хан әскерімен сусыз шөлге тап болады. Хан қойшыдан не сұрады және ол неге ашуланды? Ол қойшыдан су сұрады, бірақ қойшы қисық сөйлейді. Қойшы ханды сөзде не деп жеңді? «Менің басымды алсаң ал, бірақ елсізге күледі ғой. Жауын әлі келмеген соң ашуын бір қойшыдан алыпты» деп дейді. Ертегі мазмұнын кестеде берілген тақырыптар бойынша топта талқыла. Келесі 44-ші жаттығу мәтінді көркем жаз. Арал теңізі Каспийдің шығыс жағында орналасқан. Көлемі жағынан дүние жүзінде 4-ші орын алады. Тереңдігі 25 метрден аспайды. Сан есімдердің астынсыз сан есімнің қай түрі екенін ажырат. Бұл жерде сан есімдер 4-ші және 25. 4-ші дегеніміз реттік сан есім, 25 есептік сан есім. Шығармашылық үзіліс. 45-ші жаттығу. Бақалар 3 рет секіру жарысында жүлделі орынға ие болды. Әр бақа 3 рет секіргенде әрбір келесі секіру алдыңғысынан 1 метрге қысқа болды. Сонда 3 рет секіргенде әр бақа неше метр қашықтыққа секірді? Бұл жерде бірінші бақа 7 метр, 6 метр, 5 метрге секіреді, кейін екінші бақа 5 метр, 4 метр, 3 метрге секіреді, үшінші бақа 4 метр, 3 метр, 2 метрге секіреді екен. Келесі 46-ші жаттығу. Жаңылтпашының қатесін түзеп жаз. Құдық, күдіксіз құдық, су жоқ, тұнық құдық. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.